Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Сұлушаш. Бүгін сіздермен жүрек кейпіндегі қант қосылған бәліштерді дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы сүтімізге свежий дрожжды салып, оның үстіне қант қосып, барлығын жақсылап араластырып, қалың болып кетеді, және де ол көтерілетін болады. Сәл сұйық май жағып, үстіне қант себеміз. Қалауымыз бойынша корица қосуға болады. Кейін илеген қамырымызды осылай трубочка ретінде ораймыз. Екіге бүктейміз және қалың жағын пышақпен екіге бөлеміз де сонда осында жүрек кейпіндегі бәліштеріміз дайын болады. Дайын болған бәліштерімізді 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минуттай дайындаймыз. Міндетті түрде үйдегілеріңізге дайындап қуантыңыздар. Дайын болған кейінде міне осындай бәліштер шығады. Ортасына бөлгенде осындай. Егер де видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, каналға тіркеліп қойыңыз. Ас болсын!